мысалы айтады да адамдар, мә сен ипотека алсаң айына мысалы 140 мың 200 мың төлейсің, ал қазір жалға алып жатқан кезде 500 мың 700 мың төлеп жүрсің дейді да маған. Иә. Көбісі сөйтіп айтады. Бірақ менің квартирамды ипотекаға алсам, мен бәрібір 500-700 мың төлеймін минимум. Еще первоначальный взнос салып қою керекпін. Сол жағы маған ұнамай тұр да. Менің квартирам 500-700 мың төлеп тұрсам да, мысалы сондай квартираларға, бірақ олардың бағасы да көп болады. Первоначалканы салып қою керексің. Мысалы мен қазір тұрып жатқан квартира 3 комнаталы квартира. 92 миллионға сатамын деп тұр да. Сұмдық. Однокомнатный квартирада тұра алмаймын мысалы. 2 балам бар, әйелім бар. По-любому 3 комнатный квартира керек маған. Жай бос бөлмеде тұра алмаймын. Удобство керек маған. Соответственно, ішінде суреттері болу керек, шкафтары болу, кітаптар көп менде мысалы. Кітаптарға шкаф керек. Жататын орын керек адамша. Условия